Hello, 大家好. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге жай ғана А. Бүгін біз күнделікті өмірдегі Қытай тілі туралы үйренеміз. 那我们开始吧. Онда біз бастайық. Бүгін сіздерге айтатын тақырыбым бұл Ти деген тақырып болып табылады, яғни электроника. Бірінші көріп тұрған еруқтарыңыз Ти қозғаушы механика деген мағынаны білдірсе, Диен төртінші тонда электр қуат деген мағынаны білдіреді. Диен. Жалпы мен бірінші Диен сөзіне тоқталғым келіп тұр. Қайталап көрсеңіздер, Диен төртінші тонда төмен қарай түсіп айтылады. Жалпы бұл иероглифтің шығу тарихына қарайтын болсаңыздар, электр деген сөз жаңбыр жауған кезде, күн бұлт болған кезде найзағайдың соғуына байланысты шыққан. Бірінші оның формасына көріп тұрғандарыңыздай, жоғарыда жаңбыр, одан кейін найзағайдың суреті тұр. Одан кейін барып өзгеріп, бүгінгі күндегі Диен иероглифінің формасына келген екен. Диен электр қуат. Диензі электр қуат. Диен ин электронды үн. Диен ин бұл бізде кино дегенді білдіреді. Диен ин деген сөзге, диен ин яғни кино деген сөзге қарайтын болсаңыздар, диен электр, ал ин көлеңке, яғни бұрынғы кездерде осы кино көлеңке арқылы, яғни жарықтың түсіру арқылы болғандықтан солай аталған екен. Диен нау сөзде солай. Диен дегеніміз электр, яғни ми тоқ болатын болса, нау дегеніміз ми, яғни электрлы ми, ақылды ми деген мағынаны білдіреді екен. Одан кейінгі де мысалдарға қарап кетіңіздер. Диен яу, диен ші, диен дің, диен ти, диен сен. Екінші сөзіміз ти. Ти сөзі де төртінші тонмен айтылады екен. Ти қозғаушы механика деген сөз. Жалпы жаңағы өзіміз көрген диен сөзі сөздердің басында келген болса, ти сөзі көбіне сөздердің соңында келеді. Мысалы, шоу ти, шоу дегеніміз бізде қол, ал ти дегеніміз механика. Яғни бұл біздің қолымызда жүретін механика, телефон болып табылады. Екіншісі Чаусяң ти, яғни чаусяң дегеніміз суретке түсіру, ти дегеніміз құрал механика, яғни бұл фотоға түсіретін аппарат, фотоаппарат болып табылады. Үшінші сөзіміз фей, фей ти. Бұл фей дегеніміз ұшу, ти дегеніміз қозғаушы механик аппарат. Сонда бұл ұшақ болады екен. Төртінші сөзімізге назар аударсақ, ар-ди. Ар дегеніміз құлақ, ди дегеніміз аппарат, яғни бұл қазақ тіліміздегі құлаққап наушниктер болып табылады. Одан кейінгі сөздерге де қарасаңыздар, тола ти, шиен ти, чуйфeng ти, дайын ти. Бұның барлығы аппараттарға арналған сөздер екен. Жаңағы екі сөзімізге қосымша ретінде мен сіздерге ти сөзін таныстырғым келеді. Ти сөзі де құрал, аппарат деген мағынаны білдіреді. Бұл ди сөзімен синонимдес болып келеді. Жалпы ти сөзіндегі сөздерге мысал аударатын болсақ, ти жу, ти xie сынды, одан кейінгі тағы да неше сөздер бар. Бүгінге біз диен төртінші тонда электр, ти төртінші тонда аппарат құрал, си төртінші тонда құрал деген өзіміздің күнделікті өмірімізге байланысты электр және аппаратқа байланысты сөздермен таныс болдық. Сонымен сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.